Токионың зерттеуші ғалымдары кивиді ең пайдалы жеміс деп таныды. Ең көп таралған 27 жемістің ішіндегі топ жарған азық негізінде жеміс емес, азық жидек қатарына жатады. Экзотикалық өсімдік болса да, кивиді қазіргі таңда кез келген дастарханнан таба аласыз. Дегенмен, бұл азық жидектің отаны Қытай елі. Қытайдан әу баста қарлыған деген атаумен шыққан жемісті Жаңа Зеландияға 20 ғасырда алғашқы рет әкелген кезде сол елдегі киви деген құстың құрметіне киви атап кеткен екен. Зерттеулерге оралсақ, медициналық зерттеулер орталығы мен Токио университеті бірігіп өткізген лабораториялық жұмыстарда бұл жеміс көптеген пайдалы заттарға бай болып шықты. Және бананға қарағанда майлылығы аз болып келеді. Медицина профессоры Айк Арекелян осы кивиге арнап ғылыми мақала жазды. Оның анықтауынша, киви фолий қышқылының, С және Е дәрумендерінің, антиоксиданттардың және басқа да пайдалы заттардың қайнар көзі болып табылады. Құрметті оқырман, әрі қарай кивидің адам ағзасына пайдалы тұстарын айтпас бұрын сіздерден каналыма тіркелуді сұраймын. Сәуір айының ортасына дейін 5000 оқырман жинауды мақсат қылып отырмын. Сол мақсатыма жетуге көмектесулеріңіз үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюларыңыз керек. Кивидің пайдалы қасиеттері. Екі кішірек кивиде бір бүтін бананда болатындай калий бар, бірақ майлылығы жағынан одан 3 есе төмен. Сондықтан кивиді егде жастағы жандарға жеуге таптырмас жеміс болар еді. Себебі калий үлкен кісілерде жиі кездесетін жүрек қан тамырлары ауруларына және сүйек пен бұлшық еттердің жақсы жұмыс істеуіне, сонымен қатар ас қорыту жүйесінде үлкен рөл атқарады емес пе? Ал 100 грамм кивиде 20 грамм магний болады. Магний өз кезегінде жүйке жүйесін тыныштандырып, жүрек қағысын ретке келтіріп, сонымен қатар иммунитетіңізді жоғарылатады. Кивидің нақты әрі негізгі 4 пайдасына тоқталайық. Біріншіден, холестерин мөлшерін қалыпқа келтіреді. Кивидің өзінде болатын антиоксиданттар жүрек қан тамырлары ауруларын алдын алуға қауқарлы. Күніне 2-3 данасын жесеңіз, қан тамырлар бактериялардағы бүтелу қаупін сейілтуге болады. Көздің саулылығын сақтайды. Кивидің құрамында лютеин аталатын антиоксидант бар. Ал ағзада бұл зат қартайған сайын азая береді. Сондықтан оның мөлшерін толықтырып отыру керек. Бұл сіздің уақыт өте келе көру қабілетін жоғалтудан сақтайды. Үшінші, бет терісін жақсартады. С витамині ағзада коллаген жасауға қатысады. Ол өз кезегінде ең маңызды талшық болып есептеледі. Сонымен қатар, бұл витамин азын-аулақ жаралардың тез жазылуына көмектеседі. Төртінші, ұйқыны қалыпқа келтіреді. Кивида болатын антиоксиданттар мен серотонин ұйқының қалыпқа келуін қамтамасыз етеді. Әсіресе үлкен кісілерге жақсы әсерін береді. Енді келесі 2 сұраққа тоқталайық. Біріншісі, киви кімдерге жақсы жағынан және екіншісі зиянды жағынан әсер бере алады. Біріншіден, киви ас қорытудағы аллергияға оң ықпалын тигізеді. Бұл жеміске тері аурулары аллергиясы, экземасы, бронхалы астмасы бар адамдарға назар аударуға болады. Ескерте кететін жайт, балаларға күніне 1-2 данадан артық жеуге тыйым салуға кеңес берер едік. Ал екіншіден, егер қазір айтатын аурулардың бірі сізде болса, онда жемістен мүлде бас тартқаныңыз жөн болады. Асқынған гастрит, ішек құрылыстарындағы жаралар, зат алмасудың бұзылуы кезінде, қандағы майлылықтың жоғары болған кезінде, қант диабеті кезінде, бүйрек аурулары кезінде бұл жемісті тұтынудан қашу керек. Сонымен қатар, киви тыныс алу мүшелерін ашып, өз жұмыстарын жақсы атқаруға көмектеседі. Оның құрамындағы С витамині қырылдаудан, жөтелден, демікпеден арылуға көмектеседі. Киви жүкті әйелдер үшін өте керекті жеміс. Себебі кивидегі фолий қышқылы жатырдағы қан жасушаларын түзуге ықпалын тигізеді. Киви жүрек қан тамырлары және қатерлі ауруларды алдын ала алатын жидек. Ресейлік нутрициологтың пайымдауынша, киви артериялы бітейтін артық майдан арылуға көмектеседі. Маман жемістің жүкті әйелдер үшін пайдасын тигізетінін айтады. Оның құрамындағы калий мен ана бала жүрегінің
жұмыс істеуіне септігін тигізеді. Темірді сіңіруге көмектесіп, іш қатудың алдын алады. Нәзік жандылар үшін кивидің емдік қасиеті бар. Ол шаштың ерте ағаруын сақтап, ағзадағы артық салмақтан арылуға көмектеседі. Қыжылдан құтылу үшін бір кивиді жеу жеткілікті. Ересек адамдарға кивиді қан қысымын және ағзадағы холестерин көлемін азайту үшін жеуге болады. Сондай-ақ кивидің құрамында иммунитетті нығайтып, ағзаны жақсартатын С дәрумені баршылық. С дәрумені ағзаға зиянды нитриттардың енбеуінен қорғайды. Сонымен қатар, кивидің құрамында қан ауруларын емдейтін темір молынан баршылық. Бет терісінің сымбаттылығын сақтау үшін де кивиді пайдаланып, маскалар жасауға болады. Мамандар кивидің өзінен бұрын қабығының да пайдасын орасан зор екенін анықтады. Себебі кивидің қабығында антиоксиданттар көп кездеседі. Ол терідегі натрий затын сыртқа шығаруға көмектесетін таптырмас құрал. Сондықтан киви қабығын тастап жібермей, одан маска жасап пайдалансаңыз, бетіңіздің терісі балғын күйге енеді. Осынау тропикалық жемісті суықтағанда, вирусты дерт кезінде, авитаминозда, шаршағанда, әлсіздікте, күш жоғалғанда, күйзелісте, атеросклероз, диабет, гипертония, тромбоз дерті кезінде тамақтану мәзіріне жемісті міндетті түрде қосқан дұрыс. Дегенмен, осыншама пайдасы кивидің зиянды тұстары да баршылық. Сондықтан, оны пайдаланар кезде асыра сілтеп жібермеңіз. Мәселен, жеміс құрамында С дәрумені тым көп болғандықтан аллергия әбден беруі мүмкін. Жоғарыда айтқанымыздай, асқазан сөлі қышқылы жоғары адамдарға пайдалануға болмайды. Іш өткізгіштік қасиеті болғандықтан диарея дертімен ауыратындар бұл жемістен бас тартқаны жөн. Сонымен қатар, киви дәрумендерге өте бай тропикалық жеміс екенін білдіңіздер. Енді оның құрамындағы кездесетін заттармен таныс болыңыздар. Олар жасымақ, калий, кальций, магний, лектин, фосфор, мырыш, темір, марганец, антиоксиданттар мен амин қышқылдары ағзаға өте пайдалы. Кивиді жиі тұтынатын болсаңыз, ағзаға инфекцияның таралуы тежеліп, иммунды жүйе нығайып, жүрек қан тамырлары ауруының алдын алып, ағзаның қатерлі ісікпен күресуі артып, жүйке жүйесін жақсартады екен. Басқа жемістерден айырмашылығы киви консервіленген кезде еш бұзылмайды. Сондай-ақ жеміс дәруменіне өте бай. Біле білсеңіз, кивиді жеп қана қоймай, оны косметикалық негізде пайдалансаңыз да болады, жоғарыда айтқанымыздай. Сонымен қатар бұл жемісте актинин атты зат бар. Ол ағзадағы ақуыздарды ыдыратуға көмектеседі. Кивиді кәуапты маринадтауға пайдаланатыны осыдан. Ал құрметті оқырман, біздің видеомыз соңына жетті. Сіздерден каналыма тіркелуді өтініп сұраймын. Осы айдың ортасына дейін 5000 оқырман жинауыма көмектесесіз деген үміттемін. Лайк басып және қоңыраушаны басып қойыңыз. Алдын ала сіздерге көп рахмет. Ораза қабыл болсын.